Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздерге өте нәзік, дәмді, тәтті балды торттың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, маған тіркелуді ұмытпаңыз. Бізге керек болады ас содасы, бал, сары май, құмшекер, ұн және жұмыртқа қажет болады. Сары майымызды, құмшекерімізді, балымызды салып, баяу оттың көмегімен ерітіп алатын боламыз. Жаймендеп араластырып, бізде өте сұйық масса шығады. Барлық құмшекеріміз ерігенше осылай араластырып тұратын боламыз. Ерігеннен кейін ас содасын салып, 2 есе масса болғанша араластырып аламыз. Көтерілген массамызды суытуға жібереміз. Суыған массамыздың үстіне жаймендеп жұмыртқамызды салып араластырып тұрамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін үстіне жаймендеп ұнды салып шығамыз. Енді біз қамыр илеуге кірісеміз. Ұнның қажеттілігі сіздің ұныңыздың тығыздығына байланысты қосып отыратын боламыз. Бізде осындай қамыр шықты. Енді осыны біз тоңазғышқа 2 сағатқа салып қоятын боламыз. Енді біз заварной крем дайындауға кірісетін боламыз. Майымызды миксерлеп, ағарғанша миксерлеп аламыз. Енді құмшекеріміз және жұмыртқамызды салып, 2 қасық ұнымызды салып, барлығын араластырып аламыз. Үстіне кішкене сүтті қосып, біркелкі етіп араластырып, барлық сүтімізді құйып, жай баяу оттың көмегімен осылай қайнағанша араластырып аламыз. Осындай қою масса болған кезде оттан аламыз. Басқа ыдысқа құйып қоямыз. Бағанағы миксерленген майымыздың үстіне қайнатылған заварной кремімізді салып, жаймендеп араластырып шығамыз. Барлығын біркелкі етіп араластырып қоямыз. Холодильниктегі қамырымызды алып 8 бөлікке бөліп шығамыз. Барлығын осылай домалақ пішінге келтіріп, қойып, енді жаюға кірісеміз. Қалыңдығын жұқа етіп, көлемі 22 сантиметрдей етіп жайып шығамыз. Вилканың көмегімен осылай тесіп шығатын боламыз. Қызып тұрған пеште 3-4 минут пісіріп аламыз. Шеттерін осылай кескіндеп бөліп шығатын боламыз. Енді тортты жинауға кірісеміз. Кремімізді салып, бір тегіс етіп барлығын осылай жинап шығамыз. Барлығын жинап болғаннан кейін бетіне үгітілген тортымыздың қалған бөліктерінен осылай блендердің көмегімен езіп, бетін жауып шығатын боламыз. Өзіңіздің қалауыңызша әсемдеп шықсаңыздар болады. Егер сізге видео ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лүпіл басуды ұмытпаңыз.